Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай ерекше дәмді асқабақтан дайындалатын пирог жасаймыз. Жасалу жолы оңай, кәдімгі сметанниктің рецептісіне ұқсайды. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, каналымды қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бізге осындай асқабақ керек болады. Сыртын барлығын тазалап, осылай турап, ыдысқа салып, үстіне су құйып, газға қоямыз. Бетін жауып, газға қойғаннан кейін піскенін күтеміз. Асқабақ піскенше қамырын дайындаймыз. Осындай сары майымызды теркадан өткіземіз. Ірі жағынан өткізіп алдым. Үстіне ұн салдым. Електен өткізіп отырып. Шекер салдым. Және қопсытқыш салдым. Жұмыртқа, бір ғана жұмыртқаны жарып салып, жақсылап қолмен қамыр илейміз. Міне осы қамырды бір шетке қоя тұрамыз. Енді біздің асқабағымыз дайын болды. Асқабақты осылай бір ыдысқа салып, үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа пісіп кетеді деп уайымдамаңыздар. Салған бетте блендермен немесе езгішпен осылай езіп аламыз. Міне осындай әдемі пюре тәріздес болып шықты. Осының үстіне шекер саламыз. 1 қасық қаймақ және кукуруз крахмалын салдым. Кез келген крахмал жарайды. Осылай венчикпен жақсылап араластырып, қамырды торт пісіретін осындай ыдысқа әдемелеп жайып орналастырдым. Бортиктерінде жасауды ұмытпаңыздар. Енді асқабақтан дайындалған начинкамыздың барлығын салып, осылай қасықтың көмегімен тегістейміз. Және 170 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі, түсі де, түрі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Өте пайдалы болды. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте ерекше рецепт. Жегенге де өте дәмі керемет болды. Ингредиенттің барлығын описание бөліміне қалдырдым. Міне осылай жеген кезде жұп-жұмсақ начинкасымен әдемі болды. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.